Алматыда да қалғыларың келе ме? Айтыңдаршы. Алматы жылы, Астанада әлі суық екен. Ой, бағдарлама басталып кеткенін білмей қалыппыз ғой. Сәлеметсіздер ме достар? Менің атым Құсыни Ықыласқызы. Мен сіздерге Қасқыр мен Лақ деген ертегіні айтып берейін. Баяғыда Қасқыр мен Лақ бір өзенде су ішіп отырыпты. Қасқыр бас алдыңғы жағынан, ал Лақ артқы жағынан ішіпті. Сол кезде Лақты бірдемде жейін деген Қасқыр бір айла ойлап тауыпты. Әй, Лақ, менің ішетін суымды неге бұлғап жатсың, дейді. Әл Лақ болса: ой, Қасеке, мен астыңғы жағынан, сіз үстіңгі жағынан ішіп жатсыз ғой. Сонда мен қалай бұлғаймын, депті. Сол кезде сөйтіп Лақ суды іше беріпті. Әл Қасқыр былай депті: сен менің алдыңғы жылы әкемді қорлағасың, депті. Сол кезде Лақ: ой, Қасеке, бұл тіпті өтірікке де жараспайды. Мен тіпті алдыңғы жылы әлі туылған жоқ едім, дейді. Сол кезде ашуы келген Қасқыр: болды, мен сені жеймін, деп бас салға тұра қалған кезде, сол кезде Лақ қашып кетіпті. Болды, Қасеке, мен сізге енді сөйлемеймін, депті. Сендерге ертегі ұнады ма, балалар? Иә. Ендеше барлығымыз бірге қоштасайық. Иә. Сау болыңыздар.